Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ең дәмді мәмпар дайындаймыз. Ең алдымен кез келген сүйекті еттен сорпа жасап аламыз. Бізге керекті заттар: 2 болгар бұрышы, полугоркидің жасыл түрі, болгар бұрышының жасыл түрі болса да болады, 2 помидор, 1 пияз, картошка және міндетті түрде кинза, сосын чеснок. Олардың бәрін кішкентай қылып квадраттап тураймыз. Алдымен қазанға май құйып қыздырып аламыз. Оның үстіне ұсақтап туралған етімізді саламыз. Тұз салып, біраз уақытқа қуырамыз. Пиязын салып, пиязы жұмсарғанша тағы да қуырамыз. Сосын сарымсағымыздың 3-тен 1 бөлігін салып шығамыз. Оның үстіне ұсақтап туралған қызанақ салып, қызанақтың өңі шығып қызарғанша қуырамыз. Қызанақ әбден еріген соң 1 ас қасық толы томат саламыз. Сосын картопымызды салып, шала піскенше қуырамыз. Картоп шала піскеннен кейін кинзамыздың тең жартысын салып, жақсылап араластырып, 1-2 минут қуырамыз. Сосын қызыл болгар бұрышы және жасыл полугорки переці, сарымсағымыздың 2-ші бөлігін салып, жақсылап араластырып, 1-2 минут қана қуырамыз. Осы қуырмамызды бағанағы дайын қайнап тұрған сорпаға салып шығамыз. Менде бұл жері кадрға түспей қалыпты. Кориандр, қара бұрыш және қызыл тәтті паприка саламыз. Қоспаны көп қайнатуға болмайды, себебі болгар бұрыштары тез еріп кетеді. Сондықтан қамырды бірден осылай қолмен үзіп сала береміз. Қамыр үзіп болғасын, қалған сарымсағымыздың соңғы бөлігін саламыз. Ең соңында қалған кинзамызды саламыз. Кинзаны мәмпарға міндетті түрде қосады, себебі мәмпардың ең басты дәмдеуші кинза болып табылады. Қамыры қалай дайындалатыны келесі видеода салынады. Осымен мәмпарымыз дайын. Сіздермен болған марияж. Егер ұнаса, лайк басып, міндетті түрде пікір жазып, каналға жазылыңыз.